Бүгінгі видеода Detroit Become Human деген легендарный ойын туралы айтамыз. Негізі Detroit менің ең жақсы көретін ойындарымның бірі, сондықтан мен осы тақырыпты қозғайын деп шештім. Трендтен давно қалып кеткен, Куплинов 6 жыл бойы түсіп бастаған ойын туралы айтамын. Ойын маған ұнайды, бірақ видеоны шығару себебім ұнатқандықтан емес. Не үшін екенін білмес бұрын, жалпы ойының не туралы, қандай екенін біліп алайық. Жалпы Detroit ойыны неден тұрады? Сюжеттен, геймплейден, және әрине ең бастысы таңдау мүмкіндігінде. Көптеген ойындардың сюжетінде таңдау мүмкіндігі жоқ. Ол жерде сюжетті дұрыстап өтесің или басынан бастайсың деген тема ғой. Мысалы GTA San Andreas'ты алайық. Сюжеті бар, бірақ өкінішке орай тек бір концовкасы бар. Ұтылып қалдың ба, ничего страшного басынан бастайсың. Ал вот Детройтта егер өліп қалдың ба, все пизда, енді ол тірілмейді. Сонымен қатар, Детройтта әр әңгімені әр түрлі айтса болады. Әңгіменің өзі де сюжетке әсер етеді. Мысалы, есілі адаммен спай сөйлесетін болсаң, онымен достық қарым-қатынас құруға болады. Немесе одан да жақсылары, ал агрессия көрсетіп твар болсаң, саған ашуланып амыңды шығарып бастауы мүмкін. Бұндай көп вариантты концовкалары бар ойындардың жанры интерактивті кино деп аталады. Басқа ойындар бірінші кезекте геймплейге мән берсе, ал Детройт бірінші сюжетке мән береді. Вообще ойынның концепциясын түсіндіңдер деп ойлаймын. YouTube'та бұл ойынға контенттер өте көп, әр өз-өзін құрметтейтін ютубер бұл ойынды түсірген. Ойын популярный болса да, поиска Детройт қазақша деп жазсаңдар, почти ештеңе шықпайды. Менің осы видеоны шығару себебім де осы. Бұл ойын Қазақстанда no name, ешкім білмейді, контенттері аз. Осы видео арқылы мен бұл ойынды сендерге таныстырып, плюстарын айтайын. Так, неден бастасам болады екен? Тоқта, естідіңіздер ме? Now it's time to make my choices, to decide who I will be. Бұл ойының саундтрек сөздің шыны керек, зор жасалған. Детройт бұл мен білетін ойындардың ішіндегі ең кереметі. Бұл ойын адамға әртүрлі эмоция сыйлай алады. Бұл ойының плюстарын айта берсем видео 1 сағат болады. Детройттың барлық плюстары деген видео описанияда. Ал мен видеоны аяқтайын. Рахмет.